Бүгін мен сіздерді өте кішкентай әрі қызықты мемлекетпен таныстырамын. Бұл миллионерлер ең көп тұратын бай мемлекет. Мұнда қарапайым халықтың өзі ерекше жоғары деңгейде өмір сүреді. Ал қарапайым өмір сүру түсінігі біздің елдермен мүлде салыстыруға келмейді. Бұл мемлекет жер көлемі бойынша әлемде екінші ең кішкентай мемлекет болып саналады. Бірақ халықтың тығыздығы бойынша бірінші орында. Мұндағы орташа өмір сүру ұзақтығы 90 жылға жуық. Тұрғындардың 5-інің 4-еуі шетелден келгендер. Бұл елде әскери теңіз флоты да, әуе күштері де жоқ. Жұмыссыздық деңгейі бар болғаны 3%. Мұнда бірде-бір қаңғыбас адамды кездестіре алмайсыз. Бұл мемлекет жан басына шаққанда миллионерлердің саны бойынша бірінші орында. Елдің қай нүктесіне барсаңыз да керемет көріністер ашылады. Мұнда туристер мен іскер адамдар араласып, бір ортаны құрайды. Судың түсі ашық көгілдір, жағалауы ұсақ малта тас. Өте көп яхталар бар. Бұл мемлекетті байлар елі деп бекер айтпайды. Өйткені мұнда өмір сүру үшін банк шотында кемінде 100 000 евро болуы қажет. Бұл шағын мемлекетте сән-салтанатқа салық салынбайды. Азаматтар мемлекетке салық төлемейді. Мұнда сіз құнды затыңызды үстел үстінде 1 сағатқа қалдырып кетсеңіз де ешкім тимейді. Елдің жерлік барлық аумағы бейнекамералар арқылы бақыланады. Мұнда қалта ұрылары да жоқ. Тіпті барларда төбелес болмайды. Бұл Монако мемлекеті. Сіз Монакодан жақсы өмір іздеп кеткен адам бар дегенде естідіңіз бе? Мұндай сұрақтың өзі күлкілі сияқты. Өйткені бұл кішкентай ел соншалықты жайлы, сондықтан мұнда байлар бүкіл әлемнен ағылып келеді. Шын мәнінде бұл миллионерлер мекендейтін жердегі жұмақ. Монако деген сөзді естігенде бірден казино, ақша және спорттық көліктер елестейді. Бірақ аз адамдар ғана осы кішкентай қала мемлекеттің байларды қалайша магниттей тартқаны туралы ойлайды. Жерорта теңізінің жағалауында француз ривьерасының жанында орналасқан Монакода небәрі 38 000-нан астам адам тұрады. Олардың 1/3 миллионерлер. Монакода жан басына шаққандағы ішкі жалпы өнім әлемдегі ең жоғары көрсеткіштердің бірі. 100-ден астам елдің адамдары мұнда өз байлығын сақтап қалу үшін көшіп келеді. Монакода тұратын атақты адамдардың қатарында Формула 1 жарысының пилоты Льюис Хэмилтон, теннисші Новак Джокович және британдық миллиардер Филипп Гриннің жұбайы Тина Грин бар. Бай адамдарды Монакоға тартып тұрған тек салық жүйесі ғана емес, сонымен қатар өмір салты да. Бұл қалай болды? Тек қана әсем табиғат көріністері мен мінсіз климаты емес, сонымен бірге ерекше салық жүйесі де бизнесмендерді қызықтырады. Мұнда азаматтар табыс салығын төлемейді. Шетелдік компаниялар мен кәсіпкерлерге салық жеңілдетілген тарифпен алынады. Осы себептен 20-шы ғасырдың басында Монако тәуелсіздік алғаннан кейін-ақ қаржыгерлер, банкерлер және өнеркәсіпшілер өз капиталымен осында ағыла бастады. Халық саны көз алдында артып, онымен бірге князьдіктің табысы да өсті. Дегенмен бұл жұмақтың да өз қиындықтары бар. Монаконы бекерден бекер карлик мемлекет деп атамайды. Оның жалпы аумағы бар болғаны 2 шаршы шақырым. Бұл Нью-Йорктағы орталық саябақтан 2 есе кіші. Монакоға азамат болуға құмар жандар лек-легімен келген соң, құрылысқа жарайтын жер барған сайын азая түсті. Сөйтіп Монакода нағыз құрылыс бумы басталды. Әр жерде әйнек пен бетоннан тұрғызылған биік тұрғын үйлер мен кеңселер бой көтере бастады. Монакода зәулім ғимарат салу табысы 100%. Сондықтан мұнда құрылыс бір күнде тоқтаған емес. Тұрғын үйге деген сұраныс өте жоғары. Тіпті әлемдегі ең қымбат бағаларға қарамастан, пәтерлерге деген қызығушылық жындыдай десек болады. Монакодағы жаңа үйлердегі пәтерлер ақшаны тиімді инвестициялау құралы болып саналады. Алайда көбінесе сатып алынған пәтерлерде адамдар жылдар бойы тұрмайды. Осы тұрғыдан алғанда Монаконы бос үйлер елі деп атауға болады. Шетелдік капиталдың ағылуы мен белсенді құрылыстың арқасында Монако әлемдегі ең тығыз қоныстанған мемлекеттердің біріне айналды. Қазір князьдікте шамамен 38 000 адам тұрады. Олардың жартысына жуығы француздар, ширегі жергілікті мадагаскер, ал қалғандары 125 түрлі ұлт өкілдері. Бүгінде қала мемлекет 10 шағын ауданға бөлінген. Алдағы уақытта билік теңізді құрғатып, 11-ші аудан салуды жоспарлап отыр.
Дегенмен Монакодағы бүкіл қоғамдық өмір негізінен екі ғимараттың айналасында шоғырланған. Бұл ескі қаланың қақ ортасындағы князь сарайы және Монте-Карло ауданындағы әйгілі казино. Дәл осы казино бір кездері князьдікке атақ пен байлық әкелген еді. 14 ғасырдың ортасында кәсіпкер Франсуа Бланк Монаконың жартасты жағалауында ойын үйін ашты. Сол жердің айналасында біртіндеп Монте-Карло қаласы қалыптасты. Қалада бақтар, жағажайлар, қонақ үйлер, теннис порты және темір жол пайда болды. Әлемнің көптеген елдерінде карта ойындары мен рулеткаға тыйым салынған еді. Ал қазіргі Лас-Вегас ол кезде әлі жоқ болатын. Сондықтан Монако казинолары тез арада әйгілі болып, әлемдік байлардың сүйікті демалыс орнына айналды. Олар осында келіп қонақ үйлерге, мейрамханаларға және казиноларға 100 мыңдаған еуро жұмсайтын. Құмар ойындардан түскен табыс Монако бюджетінің басты қайнар көзі болды. Қазіргі таңда Монако негізінен туризм, құрылыс және көптеген шетелдік компания резиденттердің арқасында өмір сүріп отыр. Ал құмар ойындар бұрынғыдай негізгі табыс көзі бола қойған жоқ. Дегенмен казинолардың символдық маңызы әлі де өте жоғары. Монаконы байлар үшін тартымды ететін басты факторлар қауіпсіздік, тұрақтылық және қоршаған ортаға қамқорлық. Осының бәрі қолайлы салық жүйесімен бірге дүниежүзінің дәулетті адамдарын тартуда. Сонымен қатар мұнда белсенді өмір салтына деген сүйіспеншілік те үлкен рөл атқарады. Сарапшылардың болжамынша, алдағы уақытта Монакодағы бай адамдардың үлесі 40%-ға дейін өседі. Ал миллионерлер қатарына кірмейтіндерге бұл елге тек турист ретінде келіп, оның сұлулығын тамашалау ғана қалады. Монаконың азаматтығын алу үшін бірнеше шарт бар. Олардың барлығы міндетті түрде орындалуы тиіс. Біріншіден, азамат болғысы келген адамның жасы кемінде 21-де болуы керек. Ол князьдікте кем дегенде 10 жыл тұрақты тұруы шарт. Тек содан кейін ғана азаматтық алу мүмкіндігі пайда болады. Сонымен қатар болашақ азамат мемлекет алдындағы барлық міндеттерін орындауы тиіс. Мысалы, әскери борышын өтеу сияқты. Тағы бір маңызды талап бұрынғы азаматтықтан бас тарту. Өйткені Монакода қос азаматтыққа жол берілмейді. Және ең бастысы қаржылық жағдайын дәлелдеу. Азамат болғысы келетін адамда Монакода үйі болуы керек және банкте қомақты қаражаты болуы қажет. Сонымен бірге ол Монаконың дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына құрметпен қарап, өзінің адалдығын көрсетуі міндетті. Бұл ең оңай жолдардың бірі болып саналады. Ал ерекше жағдайда Монако князі шетелдікке жеке өзі құрмет көрсетіп, азаматтық бере алады. Бұл қиял емес. Жыл сайын шамамен 10-даған осындай жағдай тіркеледі. Сұраныстың артуына байланысты Монакода жаңа сәнді үйлер салуға жер қалмады. Сол себепті князьдік билігі теңіз жағалауын құрғатып, аумақты 6 гектарға ұлғайтуға кірісті. Монакодағы жылжымайтын мүлік әлемдегі ең қымбат болып саналады. 2023 жылы 1 шаршы метрдің орташа бағасы 53 мың еуроға жетті. Ал ең беделді аудандарда ол 100 мың еуроға дейін барады. Қазір билік тағы бір жаңа аумақты құрғатып жатыр. Алдағы жылдары бұл жерде Ле-Партье ауданы пайда болуы тиіс. Жобаның жалпы құны 2 миллиард доллар. Жаңа ауданның аумағы 6 гектарды құрайды. Бұл жерде 120 үй салу жоспарланып отыр. Олардың 1 шаршы метрінің бағасы 100 мың доллардан асады. Жоғары деңгейдегі денсаулық сақтау жүйесі, тұрғындар мен олардың мүлкінің қауіпсіздігі, сондай-ақ көп ұлтты орта, мұның бәрі Монаконы ерекше тартымды етеді. Көптеген жылдар бойы мұнда 120-дан астам ұлттың өкілдері қоныстанды. Бұл жағдай Монаконы әлемдегі ең көп қоныс аударғысы келетін аймақтардың біріне айналдырады. Соңғы 10 жылдықтарда 100-деген ауқатты отбасылар осында көшіп келді. Әлемнің ең бай адамдары капиталдарын Монакода сақтайды. Бірақ мұнда қылмыс жоқтың қасы. Ешкім миллиардтарға қол соқпайды, өйткені мұны пайдасыз іс деп санайды. Мемлекеттің бүкіл аумағы бейнебақылаумен қамтылған, қауіпсіздік жүйелерімен жабдықталған. Әрбір 50 тұрғынға бір полиция қызметкері келеді, сондықтан тәртіпті қадағалау өте тиімді. Осылайша байлық пен адамдар Монакода сенімді қорғалады. Қылмыс деректері өте сирек кездеседі.
Князьдіктегі атмосфера таң қаларлықтай тыныш, бейбіт әрі шетелдіктер үшін де өте жайлы. Сондықтан Монако жер бетіндегі жұмақ деген атағына толықтай сай. Бірақ өкінішке қарай, тек миллионерлер үшін қолжетімді.